Сәлем достар, қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирогымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті ингредиенттердің барлығын мен төменде описание бөлімінде қалдыратын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды салып, үстінен қопсытқышымызды, ванилинімізді және де бөлме температурасында ерітілген майымызды қосып, жақсылап песочный тесто жасап аламыз. Майды міндетті түрде алдын ала шығарып, бөлме температурасында ешқандай да газға және микроволновкаға ерітпестен бөлме температурасындағы тұрған сары маймен қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап араластырамыз және де үстінен бір жұмыртқамызды салып, песочный тестомызды илеп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егерде маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Мінекей біз қамырымызды илеп алдық. Енді холодильникке салып, сухофруктыларымызды турап шығамыз. Сухофруктыларды кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Үйлеріңізде қай түрі бар болса, сонымен қолдана бересіздер. Бұл жерде ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Менде қара өріктен де үйде 5-6 болған екен. Оны тағы да қосып турап жібердім. Қыздар, бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өйткені қазіргі таңда бұл хит болып жатқан пирогтардың бірі. Ешқандай уақыттарыңызды көп алмайды және де жасалу жолы да өте оңай. Менің әдісім бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға да бір жасағаннан шығатын пирогтың түрі. Негізінде мейізді турап қоссаңыздар да болады, немесе мен сияқты бірдестен турамастан қоса берсеңіздер де болады. Мінекей біз холодильникте тұрған ұнымызды алып шықтық. Енді ұн кішкене себелей отырып, біз қазір қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан соң табамызға салып, қолымызбен формасını келтіріп жасап аламыз. Бұл жерде песочный тесто болғандықтан қолмен жасау өте оңай, сондықтан да ешқандай қиналмастан қолдарыңызбен жасап алсаңыздар болады. Міндетті түрде шанышқымен, яғни вилкамен тесіп алыңыздар, өйткені бізде қамырымыз көтеріліп кетеді. Сондықтан да шанышқымен тесіп, үстінен туралған сухофруктыларымызды саламыз. Мінекей барлығын салып алдық. Енді үстінен сгущенкамызды құйып, тағы да лопатканың көмегімен біркелкі етіп араластырып қоямыз. Видеода көрсетілгендей етіп лопатканың көмегімен сгущенканы барлық жеріне жеткізіп жағып шығыңыздар. Енді қазір біз қызып тұрған пеште осы дайын болған тестамызды, яғни восточный пирогымызды 180 градуста 30-35 минутқа қалдырамыз. Мінекей қыздар, бізде 35 минут тұрып пісіп шықты. Өте әдемі, түрі де әдемі болып шықты. Дәмі енді керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Сіздерге менің кеңесім, және де қонақтар келген кезде де ең тез дайын болатын пирогтардың түрі. Өте тойымдық. Бір кусоктың өзіне де тойып қаласыздар. Барлықтарыңызға да менің видеомды көргендеріңіз үшін алғыс айтамын, және де менің каналыма міндетті түрде кіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.